Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы ұлттық нақышты үлгі еткен, сонау Қытайдан Астанаға дейінгі жолда атпен жүріп жеткен қос үлгілі отбасы Қуат пен Жайна. Студиямызға қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, айта кетейік, бағдарламамыздың демеушісі Олимпет. Ал ата жұртқа аяқ басуларыңыз құтты болсын. Мына туған жердің топырағы, ауасы, жалпы қалай, әсерлеріңіз қандай? Бәрі жақсы, келгеннен бастап ауа райы көрінісі болсын, әрбір жақтан халқының құрметі болсын, барлығы тамаша, разы болып жатырмыз. Жайна ханым? Ауасы да сондай жақсы, одан кейін адамдар да сондай жүрегі мейірімге тошқан, әр қандай жағынан да өте қатты риза болып жатырмыз. Сіздер Қазақстанға бірінші рет келіп отырсыздар ма сонда? Бірінші рет келуіміз осы негізі саяхатымызда сондай көңілді болды. Көп деген жерді көрдік, елді көрдік, қатты риза болып жатырмыз. Бұл енді 74 күндік жол өте ауыр болған шығар, өйткені сол арақта қар да ұшқындады, күнде күркіреді, неше түрлі қиында қызықты сәттер өткен шығар. Соны бөліссеңіздер, қандай қиындықты бастан өткердіңіздер? Енді әртүрлі қиындықтар болды, бірақ десе де жол болғаннан кейін ондай болмаса да болмайды, қызығы болмайды деген сияқты. Енді алыс жол ғой, ең бірінші, ең үлкен қиындық сол аттарымызды аяқ қол арқа басын сау қылып, осы көмбеге жеткізу. Себебі енді жаяу қонақ жанға тыш дейді, енді жаяу жүрсең, шаршаған жеріңде келесің, демаласың. Ал енді атпен жүргеннен кейін, көмбеге күнделікті жететін жеріңе жеткеннен кейін, және де сол аттың ыстық суығы, демалысы, оның жатар орны жарым құрсақ деп қояды, оған лайықты бораннан, желден, суықтан, ықта жер тауып демалу деген сияқты оның барлығы енді кішігірім қиыншылықтар болды, бірақ оның барлығын енді бұрында осындай жол сапарын жүріп өткеннен кейін одан алған тәжірибеміз бар. Соныменен ол қиындықтар енді өтіп кеттік уақытына қарай. Қытайдан Қазақстанға өткен кезде атты ауыстыруға тура келіпті. Неліктен Қытай шекарасында мынау астарыңыздағы аттарыңызды алып қалды? Біз енді сол жақтағы екі атпен осы қорғасқа шейін жеткенбіз. Ол кезде біздің аттарымызда паспорт бар. Осы ат қоғамының бастықтары бітіріп берген, біздің бекен деп қоямыз, Бейжіңдағы кісілердің. Сол кезде екі атпен өтеміз дегенбіз, оған белгілі себептерден бір жағынан карантин болады деген секілді өте ұзақ уақыт болатын болса, осы біздің осы Астанаға жеткенше қар түсіп кететін жағдай болса, мен қиналып қалатындай жағдай болды. Содан кейін де осы Қазақстаннан екі ат сатып алғанбыз, сол екі атпен жалғасты жүрісімізді бастадық. Балқаш көлінің жағасын жағалап келе жатқан кезде осы иен дала, ол жерде не семья да жоқ. Енді жылқылар да көбейді. Менің астындағы мінгенім айғыр болатын. Сол жылқылар көбейе бастады. Үйір жылқыларды көрген кезде әлек салады, айғыр болған соң. Содан кейін біраз жылқылар қаптаған себептен менің атым сол негізі сүйреп кеткен жағдай болды. Бірақ та Қуат оған боймай астындағы атымен иен далада сан тауды асып жүріп, аты қара сүмек болғанша қуып жүріп, сол айғырымды сол бір топ жылқының ішінен ұстап алып келді. Ол кезде қатты тебірендім, негізі көзіме ыстық жас алдым, өйткені иен далада машинеде дөйдалаға кетіп қалған, қолымда не телефон жоқ, қамшымды ұстап, жалдың басында жылаған күнім өтті. Қазақстанды көрген кезде қуаныштан жылап жіберген шығарсыздар? Күшті, сақарасы да сондай кең жер. Өте бізде енді Балқаш көлінің жағасында жүріп осы көптеген қиыншылығымыз ұмыт болып кетті, өйткені әсем табиғат сұлулығынан ләззат алып деген секілді жол сапарымызда өте шапшаң болды. Жолға шығуды Жайна маған айтты, осылай биыл жүрейік деп. Сосын енді біз ғой енді жол сапарымыз бар, өзіміз дала табиғатында малшы, жылқышы болғаннан кейін енді мөлшермен өзімізді есептейміз. Бұл қаншама шақырым жол, қаншама уақыт кетеді, оның қандай жағдайлар болады, ауа райы қандай өзгеріс болады деген сияқты барлығын есептеп осы айттық. Енді ендігі жылы Наурызға қарсы болмаса бір мерекеге туралап осылай қарай жақсы даярлық қылып, жақсы жоспарменен осылай жақсы
ой менен дұрыстап отырып шығайық дегенбіз. Оған енді быйыл Кош жақтың дәмі тартты ма білмедім. Осындай мен сөзсіз быйыл барғым кеп тұр, әзір шыққым кеп тұр жолға дегеннен кейін енді қолдап қояйыншы деп соны менен негізінен үлкен даярлықсыз, үлкен енді жұмыс жасай алмай енді төтелей жолға шығып кеттік десек те болады. Бірақ енді сонымызға қарай да арт жағы жақсы болды, бүтін ел қолдап осындай аман есен жетіп алдық. Яғни жұбайыңыздың өтінішін жерде қалдырмадыңыз. Идеяның авторы Жайнахан болып отыр ғой. Иә. Жақсы. Күніне қанша шақырымнан жүріп отырдыңыздар? Қайда түнеп, қайдан тамақтандыңыздар? Және Қытайдан мынау Астанаға дейінгі аралықта сіздермен бірге достарыңыз жағдайларыңызды жасап еріп жүрді ме? Біз ауылдан шыққанда 4 атпен шыққанбыз. Өзіміздің семьядан енді жолдастарымыз ғой көп болды. Бірақ десе де 4 атпенен шыққанымыз біз ғой жас жұбай дейді. Әсілі біз той жасағанымызға 12 жыл болды. Үйде 2 ұлымыз бар. Біреу сол кезде шыққанда 8 жас, біреу 10 жаста болатын. Сонымен 2 атқа мінді, екеуміз 2 ат жиыны 4 атымызға мініп үйден шықтық. Ана Қорғас шекарасына дейін 2 ұлымыз сол аттарына кезектесіп мініп, сонымен бізді 17 күн атқа мініп Қорғас шекарасына кебеліндіріп сап, оқу басталу себепті қайтып кетті. Және де жол бойы сол жерде бізді Қорғас шекарасына жеткізіп саған көмектескен ағаларымыз болды, бірге жол серігі болып жүрген қарындастарымыз болды. Сонымен Қорғас шекарасына сол 19 күн дегенде бері қарай өтіп үлгірдік. Қанша елді мекен артта қалды? Ол жерде біз енді негізгі бағытта тіке жолменен жүруге болатын еді. Оған енді бұл енді бір жағынан саяхатты бағытталған болғаннан кейін өзіміздің де Нылқы деген көркем бір жайлаулар болды. Және сол Нылқыға асып түсетін бір 4 маусымның көрінісін көретін бір жолдар болды. Енді қиындау болса да өзімізді шыңдау сынау ретінде сол жолменен жүріп асып түстік. Мөлшері 8 шақырымның үстінде ауылдарға бұрылдық, тауларға шықтық деген сияқты 9 шақырым жол бастық ар жағынан. Бірінші рет көріп отырсыздар ғой қазақ жерін? Не тура. Қалай қабылдадыңыздар? Жақсы, ұнады бәрі. Сізге қалай? Риза. Өте күшті. Керемет. Қай тұстар? Мысалы, жолдар қалай екен? Жолдарда осы жаңадан салынған екен. Біз енді тез қарқынды жолдармен жүрдік қой. Көбінде соның шетін жағалап тордың ішінде жүрдік. Сондай негізі жолдарда қатты жақсы, тегіс, жазық, көп жерде чаудық деген секілді. Жақсы. Халық жазушысы Мұхтар Шахановтың батасын алған екенсіздер. Ол кісінің жағдайы, денсаулығы қалай, және де сіздерге қандай өзінің өтінішін айтып еді? Біз енді Мұхтар атаның өлеңдерін бұрыннан ұнатып тыңдап жүретінбіз. Енді үлкен әдебиетші болып кетпесек те енді әзірге интернеттің заманы ғой. Интернетте бірнеше өлеңдерін естіп, шабыттанып, содан қуат алған кезімізде болған. Сосын енді кейінтіндеп ол кісілердің видеосынан көріп, сосын осылай өткеннен кейін енді аталарымыз ғой, енді өзіміздің сый құрметімізді айтып, енді ақ батасын алсақ деген ойлар болып, сосын атамыз да сол біздің ойымызды қасындағы бауырлары, балалары жеткізіп деген сияқты, сосын бізге хабарласып интернеттен тіке эфирде сөйлесіп, сосын бізге ақ батасын берді. Бізде қатты қуандық, енді ойымызды атамызды алдырып осы жерден енді тікелей құшақтасып ақ батасын алсақ па деп ойлағанбыз. Бірақ енді атамыздың енді жағдайына қарап бір жағынан енді әуре болып қиналып қалмасын дедік. Өйткені алыс жол, атамыз Алматыда тұрады екен. Бір жерге дейін енді мың неше шақырым жолда келіп қайтудың өзінде енді шаршатып шалдықтырып алмайық деген ойменен аманшылық болса енді қайтар жолымызда және де кезігіп бетпе-бет ақ батасын алсақ па деп ойлап жатырмыз. Жайна ханым, бұл ұзақ жолға сіздер аса қатты дайындалмаған екенсіздер. Дегенмен ат таңдау да өте маңызды іс. Бұл ұзақ жолға тек қазақы жылқылар шыдамды екені белгілі. Сіздер бұл ат таңдау жағынан ұзақ ойландыңыздар ма? Бұның бәрі енді ат талдау, атты баптау, қуаттың өте мықтылығы. Өйткені атты өзі қатты таниды. Одан кейін атқа деген немнесі өте күшті, баптау жағынан болсын. Енді кезінде 4 жылдың алдында да Пекинге барғанбыз, Бейжің деп қоямыз. 74 күнде жеткенбіз, 4300 қанша шақырым жолды басып.
сол кездегі алған 2 жылқымызды да осы Қуат өзі көзімен көріп, жеткенше де өзі баптап, осындай дұрыс келгенбіз. Ол енді баптаудың өзі де үлкен қызмет қой. Енді жол жүріп келеміз, шаршап келеді, оны неше сағат суытады, оның беретін жемі болады, суы болады, тағалайды. Кейде жүріп келе жатып, 4-5 күнде тағалаймыз, жүріп келе жатып, дереу аттан түсе салып, тағалап ап, сөйтіп жүріп кетеміз. Оның өзінде де қарау өте күшті қызмет. Жайна ханым, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Бірер минуттан кейін құрметті көрермен өздеріңізбен қайта қауышамыз. Сұхбатымызды жалғастырамыз. Қуат мырза, яғни бұл ат баптау ісі ата кәсіп, сіздерде. Жалпы бұл ат баптаудың қыры, сыры неде? Өзіңіз айтып бөлсеңіз. Бұл енді атта әзірге атамыз қазақ айтып кеткен ат шабама, бап шабама, бақ шабама дейді. Енді әзіргі заманда бұл енді жылқының заманауиласып, бұның қаны жаңарып, түрі көбейіп, осындай жағдай болып бара жатыр. Енді ат шаппайтын, кішкене ақша шабатын заман болып бара жатыр. Себебі сол жылқылардың қанын тазартып, бұның тегін тектеп, осындай жақсы жылқылардан тұқым алып деген сияқты осындай тегіне қарап шауып жатыр ғой енді. Ал енді біздің мына ұзақ шабысқа о жылқылар бірден шыдамайды. Себебі ол жылқылардың бірімен бірі қаны алмасып, бұл енді қаны жаңарған сайын, қаны тазарған сайын, ол енді қысқа аралыққа, мысалы 30-40 болмаса 25 километрліктерге ол сөзсіз жақсы болуы мүмкін. Бірдем нәтиже алып бере алады. Ал енді біздің мына сапар оған ұқсамайды. Бұл енді ұзақ аралықты, шыдамдылықты, төзімділікті, мына ауа райға, климатқа үйлесімділікті қабылдайды, бірдем қабылдайтын болғаннан бұған енді өзіміздің енді бұрыннан бері ата бабамыздан мініп келе жатқан қазан аты, яғни қазақ жылқысы бұл бірдем шыдайды. Себебі ол ауа райға болсын, қиыншылыққа болсын, ыстыққа, суыққа барлығына төнген, қалың қыстың қарында да өз құрсағын қамтамасыз етіп, соған дала жайылыспенен шыдай алған, сондай болғаннан кейін өзіміздің қазақ жылқысын талдап мініп келе жатырмыз енді. Ал қалай таңдап алдыңыздар? Бұда енді ол жылқы біткеннің бәрі де бұған шыдай бермейді. Ол бірінші ұзақ бұл жорыққа шығу үшін бейне өзіміздің спорттағы сияқты көптеген спортшыларымыз одан нәтиже алу үшін алдыменен бұдан машық жасау керек. Көптеген жұмыс істеу керек, жаттығу болу керек. Сол сияқты бұл аттарда көп бұндай бір малға болсын, басқалай жағдайға болсын, көптеген мінілген болу керек. Жаны қиналған болу керек. Соған негізделіп отырып бұл алған аттарымызда біріншісі көкпарға түсіп жүрген болды. Екіншісі малға мінілген болды. Ол малға мінілгеннен кейін ол кей күндері қиналады, кей күндері құрсағы тоқ болады, кей күндері аш болады. Соның барлығына көндікті дедік. Енді бір жағынан өзінің бітіміне қарай, күш қуатына қарай, бұлшық еттеріне қарай деген сияқты көріп бірден талдап алғамыз. Осы негізінен қазақ жылқылар. Аттан аттың несі артық, артық басқан із артық, ерден ердің несі артық, тауып айтқан сөз артық дейді енді. Сол сияқты көптеген аттар келіп жатыр, оның барлығын оның сүйегіне қарап, сұлулығына қарап міне салған менен ол ертең күні далада қалатындай жағдай болады. Сосын енді біраз уақыт аттарды көрдік. Сосын енді интернетте бұл енді кейбір аттарды көруге болады. Оның енді аяқ қолы, арқа басын бірден көру үшін ол енді қолымызбенен кішкене ұстап сипап деген сияқты көру керек болды. Сосын осы өзімізге жақындау Алматы қаласындағы Ұзынағаш мал базарына барып қалған шағымызда сол жерден көріп бір атымызды сол жерден алдық. Енді бір атымызды сол интернеттен көріп, енді қойғанбыз артынан. Соның ауыз екі көзімізбенен көріп сөйлесіп, көңілімізге ұнаған екі атты сол енді Алматыдан, Ұзынағаштан сатып алдық. Ең алғаш рет біз осы Қазақстанға келіп отырмыз деп қалдыңыз ғой. Енді алдағы уақытта балаларыңызды алып келуде ойда бар шығар. Олар Астанаға қашан келеді? Бұйырса енді қайтқан кезде балалардың паспорты бітпеген, сол жұмыстарын ыңғайлап, балаларды ертіп, көрсетіп, осы Қазақстанның елін, жерін, көптеген әдемі жерлерге ертіп саяхаттаттырамыз деп ойлаймыз. Бұйырса келеміз. Астананы аралап үлгерген шығарсыздар. Қай жерлерге бардыңыздар? Көңілден шығып жатыр ма? Қатты ұнап жатыр. Енді бірақ та енді сол уақыт байланысымен бізді де шақырған жерлер көп, сұхбаттар бар деген секілді көптеген жұмыстар көп болып жатыр.
бұйырса осы жұмыстарымыз бірақ ыңғайланып болған соң жалғастырып бұйырса тағы да аралаймыз деп ойлаймыз. Ал енді Қытайдағы қазақтардың жағдайы қалай? Өте жақсы. Жақсы. Иә, жап-жақсы. Бізде енді осы жаққа шыққандағы бірінші бұл енді өзімізді дене тәрбиелік жақтан шыңдаудың сыртында әзір енді екі еліміздің достығы бұл енді ең бірінші. Екі еліміздің достығының жақсылығының арқасында осында есігіміз ашылып, о жақтағы туыс туғандар осы жаққа келіп аман сәлем жасап, бұл жақтағы біз өзіміз анау Гуанчжоу қаласында тұрамыз. Енді бізде Ишкөлкө деп қоямыз. Анау Гуанчжоу қаласы біздің Үрімжіден ары қарай 5000 шақырымға таяу жерде. Бұл жақтан да көптеген бизнеспен айланысқан кісілер сол Гуанчжоу қаласына барады. О кісілерменен де танысып, о жақта сөйлесіп отырамыз. Бұның барлығы сол екі елдің достығы жақсы, берекесі, ынтымағы жақсы болғаннан кейін осылай барыс келісте болып келіп жатты. Бір жағынан енді осы жүрісіміз арқылы осы екі елдің достығын жырлап өссек дедік. Сосын біздің жақта да енді 2 миллионға таяу осы қандастарыңыз тұрады. Сол кісілердің ақ сәлемін алып, бер жақтағы кісілерге жеткізейік деп, осындай есік ашып беріп, бізге келтіріп жатқанға рахмет айтайық деп енді. Және өзіміз осы шекарадан бері қарай өткеннен кейін де осы жақтағы халық бірден бізді енді жақсы қабылдап, ұната көріп, біздің енді интернет арқылы енді танылып жатырмыз ғой. Сол интернет арқылы бірден бізге тіркеліп, жақсы тілектерін айтып, осындай қошаметтеп, және де енді өзіміз осындай бір берекелі заман, осындай тыныш мемлекетті құрып жатқан, бір-бірімізбенен арлы-берлі өтіп, кезігуімізге рұқсат қойып жатқан басшыларымызға, яғни көшбасшыларымызға рахмет айту ретінде өзіміз енді жолаушымыз, анау мемлекеттен келе жатырмыз. Жолаушы болғаннан жолаушының жолдығы болады, ақ тілегі болады деген Әрине, өтініштерін айтқан шығарсыздар. өзімізде енді сондай бір өзіміз еліміздің атынан, сол жердегі туыс туғандар атынан, мемлекетіміз атынан, ол енді бір саясиға уәкілдік ете алмаймыз, бірақ десе де өзіміздің бір қарапайым осындай бір кішкентай қимылымыз арқылы сол мемлекеттегі қандастардың бір рахметін айту ретінде осылай арнайы жаңағыдай айтып өттік. Ақ тұлпар талдағанбыз. Оның енді қазағымыздың жолында ақ ниет, ақ тілек, ақ жүрегімізбенен бір енді жол болсын деп, енді еліміздің орамал тон болмайды, жол болады дейді. Сосын енді өзіміздің жаңа айтып жатсыз енді жолдық ретінде осы жақта енді алда аманшылық болса мемлекеттік той болғалы жатыр. Сол тойға өзіміздің бір енді тойлығымыз ретінде деп сондай бір құттықтап келгенбіз. Жақсы. Яғни астарыңыздағы сол қаншама шақырымды жүріп өткен аттарды сіздер сыйға тарту ойда бар. Иә. Кімге бермекшісіздер? Ол тұлпарлардың иесі кім болмақ? Ол тұлпарымыздың иесі осындай енді бір мемлекетті басқару деген оңай емес. Осындай бір мемлекетті тыныштық, осындай бір бейбітшілік заманда, осындай халық пен халық бір-біріменен осындай ынтымақта жасап жатқан, осындай бейбітшілік заманды құрып беріп, осындай көшбасшы болып жатқан ел басына өзіміздің бір сауғамыз ретінде деп енді президент атамызға сауға қылсақ па дегенбіз. Мемлекет басшысына келеді, иә, демек. Демек өзіміздің елдің бренді. Сол армандарыңызға жетіңіздер. Жақсы, ендеше Қуат мырза, дәл қазір бізде эфирде жарнама. Бірер минуттан кейін құрметті көрермен өздеріңізбен қайта қауышамыз. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл бірге бір бағдарламасы. Сонымен Қуат мырза, жаңағын айтып едіңіз, бар арман сол қаншама шақырымды артта қалдырған тұлпарларды мемлекет басшысына сыйға тарту, және де екі ел арасындағы, Қытай мен Қазақстан арасындағы достықты нығайту деп қалдыңыздар. Қытайда жалпы немен айналысасыздар? Бізде негізі мал шаруашылық бұрыннан өзіміздің әкелеріміз, аталарымыздан енді өзіміздің ести білгеннен бері қарай негізі сол мал шаруашылықпен айналысады. Жайнадарды қайын жағымызда солай, ол кісілер де мал шаруашылықпен айналысады. Бұған дейін 2021 жылы Қытай астанасына дейінгі аралықты атпен жүріп өткен екенсіздер. Ол кезде қандай атпен жүрдіңіздер? Ол кезде де сол енді өзіміздің жерлік жылқыдар, яғни біздің жақта енді мал шаруашылықта
Ең бастысы бұл жылқы шаруашылығында іле жылқысы деп қоямыз енді. Іле жылқысы негізінен бірден біздің осы жылқы шаруашылығын қатты дамытып жатқан осындай өзіміздің қазақ жылқысын қазанатты дәріптеп жатқан район болды. Ал енді біздің мінген жылқыларымызда бірден соған түседі осындай осы қазанат негізі мініп барғанымыз. Ол кездегі сапар мен бұл сапарды салыстырған кезде қайсысы қиынырақ болды? Енді бастапта сол жолғы сапар қиындау. Енді себебі дегенде өйткені бұрын бізде бұндай жүріп өткен тәжірибе жоқ. Ол кездерде енді бір жағы өзімізде осы әзір 30 жастамыз енді жайна қойында осы таяуда ғана 29-ға келді. Ол жолғы сапарда енді 25 жас кезі болатын. Сосын бір жағы өзімізде көп нәрсені түсінбейміз. Екінші жағынан үлкен бұл жылқының да бабы деген сияқты, қарауы деген сияқты көптеген жақтардан енді тәжірибе жоқ болғаннан кейін біраз қиындау болды. Ал енді осы жолғы сапарымызда көп қиындықтың туындамағаны сол жолғыдан тәжірибе алып, сабақ алып деген сияқты, қалай қону керек, қандай жерге жату керек, қалай жүру керек деген сияқты оның барлығын бұрын істеп өткеннен кейін үлкен қиындық тудырмады. Одан кейін жолда бір қасқыр деген секілді кездесті ме, Жайна ханым? Осы жолғы жол жүрісте ме? Жалпы. Кезіккенде үлкен біздің енді қасымызда бір-екі адамымызда осындай көп болды. Енді жол бойында біз жолды жағалап жүргеннен кейін жол бойында көлік те көп болды. Енді бірден енді қасымызға келіп ондай бір қиын жағдай тудырмаса да енді аң құстарды сыртынан көру, мысалы аттарымыздың қасына келіп сондай енді осы жақта шакал деп қоямыз. Сол енді маңымызға келіп аттарымызды ұйықтатпай түніменен маңайлап сөйтіп неғылған жағдайдар болды. Өзімізді алаң-салаң қылған, бірақ енді әзіргі жағдай жақсы ғой. Өзіміздің алып жүрген енді сақтану несі болсын, жарық шырақтары болсын, енді соның барлығы бірден жол бойында жүрген көліктер болсын, бірден көмегін істегеннен кейін енді үлкен қауіп төнбеді. Барлық жағдайға дайын болдыңыздар. Иә. Жақсы. Одан бөлек жолда қоқыс арасынан күшіктерді тауып алып өздеріңізбен ала кеткен екенсіздер, иә? Біз ана қазақ шекарасына өткеннен кейін Қорғастан өтіп болған соң осы Шерек деген жер болды. Шерек деген жерде енді ол жерде де кісілер қарсы алу үстінде тұрған. Содан жол шетінде таяп қалған кезде бір қоқсықтың түбінде, жәшіктің ішінде осы екі кішкентай күшік жатыр екен. Сонымен жәшікпен ақтырып кеткен екен қоқсықтың түбінде. Сонымен қуатқа айтып осы екі күшікті маған аттан түсіп алып берсең дедім. Содан кейін бұда сұрақ келді. Сен қалай бағасың бұны? Қолайсыздық болады, машинамен жүрсің, машинамен жүрген балалар бұны алып жүрген қолайсыз болады деген секілді. Содан кейін мен бұған айттым ғой, мен Астанаға жеткенше осы екеуін сөзсіздік алып жетемін. Өйткені менде осы балаларымды сағынып келе жатқан сәтімде осы екі кішкентай күшігім ептен себеп жайға кезіп кетті деп, оларды да Астанаға алып келгем. Біреуінің атын Достық қойдық, екеуінің достығының куәсі болсын деп, біреуінің атын Береке қойдық. Өйткені береке болса бәрі жақсы. Жайна ханым, міне отау құрғандарыңызға жақында 12 жыл толыпты. Яғни Мальдив аралдарына емес, атажұртқа барайық деп өзіңіз айтқан екенсіз. Бақытты отбасы болудағы қандай қағидаларыңыз бар? Біз енді осындай бір жерге барсақ та, бір жұмыстың басын бастап істесек те, негізі семья болған соң екеумізде осы екі жақтан да ақылдасамыз. Ақылдасып, әр қандай шешімді ақылды жақпен, дұрыстық жағымен жұмыс жасаймыз. Сол себептен де енді жақсы семьямызда сондай бақытты, жақсы келе жатырмыз. Яғни бірінші қағида ол ақылдасу. Иә. Одан кейін құрмет арамызда. Бір-бірімізді құрметтейміз. Мен әрқандай жұмыс жасаймын десем де, қуат мені әрқандай кезде қолдайды. Өйткені кезінде де осы 4 жылдың алдында Пекинге барам деген кезде де екеуміз атпен 2019 жылы осы Түркінге қарай өзіміздің көлігіміз болса да, бірақ та мен атқа мінгенді жақсы көрем. Қыстың күнінде Түркінге кетіп бара жатқан жолымызда осы атпен қай жерге баруға болады деп едім.
жақсы баптасаң, жақсы қарасаң, қай жерге баруға да болады деді. Сол кезде мен айттым, осында екеуміз Пекинге барып келдік дегенде, бұл таң қалды, қалай ойға келіп тұр деп. Бұл идеяның бәрі сізден бе? Иә, содан кейін ақырындап кеп, содан кейін құптады, ебептен себеп болып жүрдік. О да басы да жақсы, аяғы да жақсы. Осындай халық осы Қазақстанда көрсеткен секілді біздің елдегі Жоңғодағы кісілер де сондай қолдады. Сонымен осы одан қайтып өзім енді ханзуша оқығам ғой енді. Таза ханзуша оқығам. Ішкерге жұмыс жасасам, сен мені қолдасаң деген себептен ол кезде де қолдады. 22 жылы Гуанчжоу деп қоямыз. Сонымен сол жерге барып 3 жылдай жұмыс жасадым. Ол кезде де осы қуат қолдаған себептен жақсы нәтиже алдым. Әлі де жұмысымды жасап жатырмын. Мысалы, осы жаққа қазақ еліне келем дедім, тағы да мені қолдады. Әрқандай жұмыстарымдың артқы тірегімде мықты тіреу болып тұрған осы қуат десем де болады. Керемет. Қуат мырза, ал сіздер қалай таныс едіңіздер? Біз енді танысқанымыз сәл қызықты ғой. Бөліссеңіз. Біз күзде танысқанбыз, осыдан 12 жылдың алдында. Біз негізі 9 айдың 21 күні таныстық. Арасында бар жоғы 5-ақ күн енді. 9 айдың 26 күні екеуміз семья болдық. Арасында 5 күн. Бірден танысып 5 күннің ішінде отбасын құрдыңыздар, 5 күнде отбасы болдық. Сосын содан бері қарай енді арасында 3 рет телефонда сөйлесіп, біз 2 рет мен ұрған, 1 жыл жайна қайтарды. Сонымен 2-ші рет кезіккенімізде семья болып кеттік. Бір ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деп жатады ғой. Кім бірінші кешірім сұрап жатады өздеріңізде? Қуаттың мінез бәсең, сабаз болады. Енді семья болған соң ренжіс болады, кейде пікір болмай қалады деген секілді, бір болмай қалады деген секілді. Енді ренжісіп қаламыз, бірақ та біздің екеуміздің ренжісімізде өте қатты ренжіс жоқ арамызда. Бала секілді әзір ренжіссек, біраздан кейін бірер сағаттың қайта ұмытамыз, бірлікте шайда отырамыз, бірлікте атта жүрсек де сондай енді. Арамызда қатты ренжіс жоқ, болады жақсы. Бір-бірімізден де енді кешірім сұрап қоямыз, негізі сөйтіп. Кешірім сұрап болған үшін ұмытып кетеміз. Иә, осындай. Жақсы. Қандай арман тілектеріңіз бар енді? Арманымыз енді сол осы ел басындағы осы атамызбен жүздесу. Бізде осы үміт үзбейміз. Бізде сол себептен көптеген ағаларымыз да бізге көмектесіп көптеген жұмыстар жасап жатыр. Бізде сол шама бар, сол кісінің қолын ұстап, бір алғысымызды айтсақ деген арманымыз. Оңаша қалған кезде сізді толғандыратын қандай да бір ой, мәселе бар ма? Енді ой көп қой адамда. Қанағат қыламыз, шүкір қыламыз, себебі артық арман жоқ. Өйткені барлық жағдайымыз жақсы. Енді бала шағамыз бар, семьямыз бар, отбасымыз бар, мал жанымыз бар. Барлығына шүкірлік тәуба қыламыз, артық армандамаймыз. Енді әзірге осы жұмысымыздан халықтың арманын, халықтың тілегін, өзіміздің арман, өзіміздің тілегімізді бір жеткізіп алсақ деген ой. Жақсы. Қанша күн боласыздар және Қытайға атпен қайту ойда бар ма? Мысалы, жаз кез болса, атпен мініп қайтсақ қайтушы едім. Өйткені ат мінгенді жақсы көремін. Бірақ та енді әзірге мына күннің суықтығы, енді алдыда қар жауып келе жатыр. Ауа райдың себебінен әзірше сол машинамен қайтамыз. Бұйырса, кейінгі күндерде бұйырып жатса, тағы да атпен жүреміз бұйырса. Келіп тұрасыздар ғой? Иә. Жақсы. Енді біз Қуат мырзаның өнерден құр алған емес екенін байқап қалдық. Осы өзіңіз белгілі ақын Айшолпанмен айтысқаныңызды көп көрермен көрді. Дәл осы камера арқылы біздің студияда өзіңізге қолқа салсақ деп отырмыз. Бір арнауыңыз бар шығар? Ақын емеспіз. Айтып енді далада жүрген кезінде бір-екі ауыз бірдем айтатынбыз. Бұл енді ақындық деген нәрсе, ол бірдем бойда бір күш-қуат келіп, өзің бір шабыт келген кезінде енді шығып жатады. Ол сол кезінде де енді өзіміз білмеген жағдайдан бір шабыт келіп қап, енді домбырамыз қолымызда болған сәтте енді бір-екі ауыз бірдеме бізді шаманың келсінше қайтарғамыз. Мүмкін Жайна ханымның өнері бар шығар? Болар бірлікте. Менде өнер жоқ. Біз енді алда 500 километрлік жарысқа қатынастық дедік қой. Бұрын менде бір ондай ән, өлеңге ондай бір үлкен қызығып кетпейміз. Сосын сол кезінде бір енді жарыста бүтін қазақ қандастарыңыздың ішінен бізден 2 ағат қалды. Екеміз ғана қалдық. Қалған аттың бәрі майданнан шығып кеткен себепті енді бір
намысымызды сол кездегенде Тарбағатай аймағы бойынша қатынасқанбыз, екеуміз енді жеріміздің намысын жібермек, еліміздің намысын жібермек деген ойменен қиналып келе жатып, сол кезде аттың үстінде бір музыка тыңдап келе жатқан кезінде бір атамыздың өлеңі шыға келді сол кезде. Қайсы? Сосын енді бірден сәл ұзақтау болса да сол өлеңді енді оқып берейін. Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығым. Сен жыладың сезімің жасы бағып, кіп кішкентай балаңды қасың алып, қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп, аңғармай қалдым орды деп, қадамым сәтсіз болды деп. Жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрік пе орамал ма? Бөрік болса ауыз тез басқа күйге, көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын, әй жігіт сен маған ұнамадың. Жас нәресте көруге тиісті емес, әкесінің кемсең деп жылағанын, әкесінің тым күйреп құлағанын, ерлікпенен ездіктің жолы қатар, екеуінің арасы бір ағадым. Көз жасыңды көрсетпе сұранамын. Кім айтты саған тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қарешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылды қорлатпайды деп. Кім айтты саған тоқырау білмес айбыны, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы, бетіне жиған ұятты, әйтсе ол кейде кінәмшіл бала сияқты. Сол кішкентай баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар, жек көретіндер бар да, ұнататындар бар, арын сатып қорғайтындар бар да, жанын сатып қорғайтындар бар. Қиналып бекер алаңдадың ау, ойыңды шығар өріске, өзіңа қайтшы ғаламда мынау, жеңудің бәрі жеңіс пе, жігітті арман жеткізіп беді, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес ендеше деп, осы өлең жолдары күш қуат сыйлады. Керемет, шынымен де күш қуат сыйлайды. Рахмет, Қуат Жайна ханым. Осындай ашық, шынайы сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Аттарыңыз сүрінбесін, аман есен Қытайға оралыңыздар. Армандарыңыз орындалсын, махаббатыңыз баянды болсын. Ал құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Бағдарлама демеушісі Олимпет келесі бағдарламада жүздескенше.